Кейси Нейстат деген YouTube'да мықты блогер бар. 365 күн нон-стоппен блог жасаймын деп марафон жариялап, күніне тоқтамай YouTube'ға блог салып отырды. Блогтар енді әрине өте қызықты болды. Одан кейін Егор Панковский деген бар. YouTuber, фильммейкер, Японияда тұрады, Жапонияда. Сол да осы соңғы айда бір ай тоқтамай мен де влог жасаймын деп жасады. Влогтарын бәрін күнде отырып көрем. Шынымен маған қызық. Сондықтан Алла бұйырса бүгін бір айлық нон-стоп блогтың бірінші күні. Шын айтам, не істеймін, қалай істеймін, не айтам білмеймін. Басымда қатырып, көп ойланып толғанып жүре бергенше ақырын істеп көрейін деп айттым. Сонымен бір айлық нон-стоп блогтың бірінші күні. Жан жүрегімді сен жұбатқан жаным сәулем. Шын айтыңыздаршы, осы Шәкен Аймановтың қандай фильмін білесіздер негізінде? Қазақтың маңдайына біткен режиссер ғой мысалы, бірақ нақты сіз қандай фильмдарын білесіз? Астындағы пікірге жаза кетіңізші. Туранда ужас кино түсіретін жер екен. Мен мына шашымды дәйбеттеп бермесеңіздер, түрімді өзгертуге келмейтін шығармын. Негізі мына неке сырын осы пандемия басталған кезде мен жасағам. Негізі біз монтаж жасаймыз ғой, монтаж жасаймыз, цветокоррекция жасаймыз. Сол кезде гримға кірген кезде кейбір қыздарды өлтіріп тұрып бояп береді ғой негізінде. Бетін бояйды да, мына жерлерінен бетіп қана, түгел осы жерін ғана бояп береді да. Сосын деген ана қызды монтажда осын цветокоррекция салып қаған кезде маңдайының түсі мен мойнының түсі екеуі екі бөлек болады да негізінде. Әбден шашыңа қарады ғой, маңдай мен мойнының түсін бірге келтірді. Сондықтан неғып мойнымен бірге боямайды екен деп кейбір адамдар. Ел деген бағдарламаға қатысуға келдім. Негізінде мен ток-шоуға қатыспаймын. Неге? Өйткені мен өзім ток-шоу жасаймын, жасағанмын, қалай жасалынатынын да білем. Негізінде ток-шоуға көкбеттер келу керек тағын, аузына негесе соны айтып ұрсу керек. Сонда ол ток-шоуды елдің бәрі көретін, рейтингі жоғарылайды. Өш мәңгінің бәрі солай. Бірақ кеше хабарласып, суретшілер туралы болады дегеннен кейін мен арнайы келдім. Неге? Өйткені осы салаға келген кезде мені ұстазым Оскар осы суретшілердің жұмысын, натюрморттарды көрсету арқылы маған оператор қалай жұмыс жасау керек, жарықты қалай қою керек түсіндірген болатын. Содан бері мен осы көркем өнерді қатты жақсы көрем. Сол үшін келдім. Мынау Анар Абжанның жұмыстары. Қараңыздаршы, қалай көңіл күйді береді. Мынау менің білуімше, менің сезінуімше таң бекен. Енді таңға ұқсайды кішкене. Мысалы, мына суретпенен, мына сурет екеуі бір адамдық екенін қайдан білуге болады? Түс түрден білуге болады, бірақ одан бөлек мына айды қараңыздаршы, қалай салады. Ай мында тұр. Сосын ай мына жерде тұр. Осыдан білуге болады. Міне мынандай тамшы тәріздес, мынандай түсті дақтар, осындай несін қараңыз, формасын қараңыз. Сосын осындай форма осы жерделерде де кездеседі так көп. Осындай түсті дақтар, сосын осы түсті дақтар мына жерде де көп та. Мында бар, мында бар. Олай ма? Кімдігін олайын деп жүрсің? Олай оңбаған деймін, өмірді біздің қасында ақбереден кезетін жинасына. Негізінде бар ғой? Өзімнің бауырым Алмас кегеннің өзінемін дейді. Ай бәрекелді. Жалын сәлем. Негізінде түсірілім бітті. Айттым ғой, суретшілерменен шығарылым контент өте жақсы болады деп. Неше түрлі суретті көрдік, неше түрлі адамдармен таныстық. Өте жақсы болды. Негізінде ешқандай да бас тартпай келгеніме өзім қуанып қалдым. Ал енді кеттік. Бүгін менде түсірілім бар, түсірілімге бар, сояқтан бірақ шығамыз.
Негізі көремін енді. Бүгін бірінші күн ғой, влог түсіріп жатырмын. Егер нашар болса салмаймын YouTube-қа. Егер сіздер бұл видеоны көріп тұрсаңыздар, демесе, кішкене болса да менің көңілімнен бұл влог шықты деген сөз. Көреміз енді, қалай болатын. Мен үшін де өте қызықты, сондай бір эксперимент болып тұр. Офисқа жетем дегенше жаурап кеттім негізінде. Сондықтан қазір кофе алам, сосын ватрушканың қазақшасы қандай? Тәтті бәліш алам. Негізі сәл ыңғайсыз болып тұр. Телефон қолда мұнан бәрін ішіп жеген, бірақ осылай істеу керек. Негіз ойлап тұрмын да, егер влог нашар шығатын болса, YouTube-қа салмай қояйын деп. Бірақ бәрібір сала салатын сияқтымын. Өйткені бәрібір көш жүреді, түзеледі. Осы деп салып, күннен күнге жасай берсем, негіз сапасы да көтеріледі ғой бәрібір, е? Мынандай тәтті бәрі жылдым. Сонымен біз қазір түсірілімге келе жатырмыз. Менің өмірім деген жобамыз бар, хабар арнасынан шығады. Соған екінші маусымға анонс жасаңдар деген ғой. Енді сол қазір анонсты осы жерде түсіреміз. Тез түсірілімді жасап алдық. Енді монтажын жасаймыз.